Саламатсыз ба балалар? Бүгінгі сабақта дүниетану пәнінен тақырыбымыз өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі. Мақсаты: өз өңіріңдегі табиғи жағдайлардың жер бедері, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары, оң және кері тұстарын талдау. Біздің айналамызда табиғат қоршап тұр. Адам өзі де сол табиғаттың бір бөлшегі саналады. Ол табиғатсыз өмір сүре алмайды. Табиғат адамды қоректендіреді, емдейді және киіндіреді. Ертедегі адамдар табиғаттың берген дайын сыйын ғана пайдаланып өмір сүрді. Олар жеміс-жидек теріп, аң аулады. Уақыт өте келе, адамдар өсімдікті қолдан өсіруді үйренді. Жабайы жануарларды қолға үйретті. Сөйтіп, адамдар табиғаттың қаталдығына тәуелді болмады. Табиғаттан біз не аламыз? Суретке қарап отырғандай, табиғаттан не алатындығымызды байқап көруге болады. Қазақстан жануарлар әлемі. Суретте Қазақстанда жануарлар әлемі белгіленген. Қазақстанда омыртқалы жануарлардың 835 түрі бар. Соның ішінде сүтқоректердің 178 түрі, құстың 500-ге жуық, бауыр мен жорғалаушылардың 49, қосмекенділердің 12, балықтың 104, балық тәрізділердің 3 түрі тіршілік етеді. Қазақстанда өсімдіктердің 15 мыңдай түрі бар. Оның 2 мыңнан астамы балдырлар, 5 мыңдайы саңырауқұлақтар, 600-ге жуығы қыналар, 500-ге жуығы мүк тәрізділер және 6 мыңнан астамы жоғары сатыдағы түтікті өсімдіктер. Қорытынды жасайық. Адамдарға қажетті азық-түлікті біз өсімдіктер мен жануарлардан аламыз. Мысалы, суретте сиыр белгіленген. Сиырдан біз қандай өнім аламыз? Сүт, май, ірімшік, тағы басқа өнімдер. Сол сияқты жеміс-жидек көкөністерден өзімізге керекті дәрумендерді аламыз. Адамдардың күнделікті тұрмысына әртүрлі дүниелер керек болады. Оларды жасауға қажетті материалдар да табиғаттан алынады. Адамдар өз ағзасына пайдасы бар өсімдіктерді қолдана бастады. Мысалы, ағаштардан әртүрлі ою-өрнекті зереңдер немесе тағы басқа әртүрлі ыдыстар жасалынады. Малдың жүнінен, қойдың терісінен адамға киім-кешектер керекті тұрмысқа қажетті нәрселердің барлығы жасалады. Тапсырма. Адам табиғатты не үшін қорғап сақтау керек? Өзіміз тұрып жатқан мекендегі табиғат жағдайы қандай? Табиғатты сақтап қалу үшін не істеу керек? Кітаптың 84-85 беттерін оқып, түсініп алу.